Сәлем достар, мен сіздерге бүгін дәл осындай керемет мини пиццалар жасауды үйрететін боламын. Өте жұмсақ болып үлпілдеп тұратын пиццалар міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен жылы суымыздың үстіне ашытқымызды саламыз, яғни қантымызды салып, жақсылап араластырып, үстін жауып 3-4 минутқа алып қоямыз. Ал енді електен өткізілген ұнымызға тұз саламыз, жұмыртқамызды саламыз, сұйық майымызды құямыз, және біраз қасық қаймақ салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін жаңағы суға салған ашытқымызды құямыз. Енді әдемілеп, жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Біздің жұмсақ қамырларымыз да дайын болды. Енді үстін жауып 1 сағатқа алып қоямыз. Bir сағатты өтті. Көріп тұрғаныңыздай бізде дәл осындай үлпілде қамыр дайын болды. Енді 1-2 бөліктерге бөліп аламыз. Бөліп алған қамырларымызға әдемілеп форма беріп аламыз. Форма беріп алған қамырларымыздың үстін жабып 5-6 минутке қалдырамыз. Енді ыдысымызға жылы су құйып, бал салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайындап қойған қамырларымызды суға батырып алып, күнжітке аңлатып алып, формамызға қоямыз. Енді тағы 3-4 минутке үстін жауып қоямыз. Ал енді әдемілеп форма беріп шығамыз. Дәл осындай көріністе болуы керек. İçine dайындап алған начинкаларымызды салып аламыз. Ең үстіне сиырымызды әдемілеп дәл осылай қойып аламыз. Ал сиырымызды пісуіне 5-10 минут қалған кезде де салып қойсаңыз болады. Енді қызып тұрған 200 градус духовкаға 15-20 минутке пісіріп аламыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет болып, түстері де әдемі болып пісіп шығады. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма подписация жасауды ұмытпаңыз, және лайк басып комментарий жаза кетіңіз. Менің видеоларымды біріншілерден болып көргіңіз келсе, подписация түгмесінің қасында қоңырауша бар, сол қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда менің видеоларым бірінші болып сізге барып тұратын болады. Ал достар, сіздерге сәттілік.